Қазақ елі армысыздар. Қазір енді әлемде соғыс тоқтап жатырған жоқ. Өздеріңіз білесіздер, мына Украина мен Ресейдің арасында алдында Әзербайжан Қарабақты қайтарда қақтығыстар болды. Енді мына Палестина Израильдің арасында таяу шығыста тағы да соғыс бар. Ол енді үлкен елдері бұған араласуы мүмкін, әбден ушығуы мүмкін. Бұның барлығы нені білдіреді жалпы? Жақында мына Фикрет Шабанов деген аналитик бар, жаңағы геополитикадан, геосаясаттан. Сол жаңа аналитик Қазақстанға байланысты өзінің сұхбатын берді. Оны көрсеңіздер болады. Фикрет Шабанов деп терсеңіздер ютубтан, ол бар, осы бір-екі күнде шықты. Сол кісі енді айтып отыр, қазір әлемде ешқандай бұрынғы қалып құрылымдар өз күшін жойды. Ол ООН болсын, Біріккен ұлттар ұйымы, ешқайсы ештеңе шешпейді. Қазір әлемде тек мықты әлділер қана өздерінің жаңағы заңын жүргізеді. Өздерінің күші арқылы, қару арқылы, ақша арқылы өздерінің басшылығын жүргізеді. Жаңа қалыптаспағанша енді әлемде солай болады деп айтып жатыр. Енді бұл тұрғыдан келгенде біз Қазақстан қазір соған әзірміз бе? Бізде 30 жылда қандай тәуелсіздік үшін біздер не істедік? Бізде қарулы күштеріміз қандай жағдайда? Осының барлығы ойландыратын мәселе. Біздің енді семіп келген Ресейдің өзі, Ресей бізді қорғайды, ПВО-ның бәрі Ресейдің қолында болды, әуе кеңістігіміз. Енді айналып келгенде Ресейдің өзі ұнамаған көшелерге бас салып, тарпа бас салып қарап отыр, енді былайша айтқанда. Сондықтан да біздің жағдай өте қиын. Енді Фикрет Шабановтың айтуы бойынша да енді Қазақстанға әзірлену керек деп айтып жатыр. Енді кезек Қазақстанға да келеді, қауіптің үстінде тұр. Сіздерге Талибаннан келеді деп ойламаңдар, Талибан сендердің іштерінде деп айтып жатыр. Сондықтан да біз Қытай мен Ресейдің ортасында тұрғаннан кейін бұл жерде өте қауіпті аймақта тұрмыз деп айтуға болады. Сондықтан бізге қазаққа қазір бірлік керек және қару керек. Біздің армиямызды күшейту керек, қару жарақты көбейту керек. Тек солай ғана біз біртіндеп бұл қауіптен шығамыз деп ойлаймын. Сосын қазақ деген ұлы сөзге тоқтай алатын ғана азаматтар енді қазақты осы қиыншылықтан алып шығады. Қазақ деген сөзге тоқтайық, бір-бірімізбен қырылуды, бөлінуді қойайық ағайындар. Ондай қазір уақыт емес. Жаңа сұхбатты міндетті түрде көріңіздер. Фикрет Шабанов.